Сәлем қыздар, Әсәлем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді турецкий симиты дейді, яғни өте жұмсақ түрік булочкаларын пісірдім. Рецепті міндетті түрде аяғына дейін көріңіздер. Сондай өзі мамықтай жұмсақ болады, дәмі де дәмді. Пісіріп көрсеңіздер болады. Рецепт ұнаса лайк басып және өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қыздар, жоғарыда сол жақта менің инстаграм парақшам жазылып тұр. Міндетті түрде инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтті аламыз. 900 мл-дай алдық. Және 150 грамм сары майды ертіп алдым. Су құямыз 100 мл-дай бөлме температурасында. Және 150 грамм қан қосамыз. 3 ас қасық қаймағымыз, яғни сметана, кез келген процентті жарай береді. Және ашытқымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Шетінен ұнды қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырды бастапқыда қасықтың көмегімен араластырамыз. Сол кезде қамырыңыз жұмсақ болады. Булочкидің қамыры жұмсақ болу үшін бұл жерде сіз міндетті түрде қасықпен араластырыңыз. Қолмен илесек біз қаттырақ болып қалуы мүмкін, сондықтан бастапқыда қасықпен араластырып отырамыз. Қоюлай бастаған кезде қолмен илейтін боламыз. Ұнды қаншалықты қажет етеді, соншалықты ұн қосасыздар. Қасығымызды тазалап алдық. Енді ары қарай қолымызбен ақырындап басып қамыр илеп алдық. Қамырымызды 1 сағатқа қалдырамыз. Жақсылап ашып көтерілу керек. Мінекей қамырымыз ашыды, сондай жұмсақ, жақсы көтерілді. Енді біз қолымызға кішкене сұйық май жағып аламыз. Ұн қолданбаймыз. Қамыр жұмсақ болғандықтан қолға жабысқыш келеді, сондықтан сұйық майды жағып аласыздар. Сосын бірден кесіп алып, булочкаларымызды жасай береміз. Егер біз қамырымызды басып қойып, одан кейін күтіп, тағы да ары қарай басатын болсақ, онда біз қамырымыз басылып қалады да, булочкаларымыз жақсы көтерілмей қалады. Сондықтан бірден осылай булочкиді жасауға көше береміз. Ұзынша қылып аламыз, осылай лагман созылған сияқты. Кішкене ғана осылай екі алақанның көмегімен созып жібереміз. Қамырымыз сондай жұмсақ болып тұр. Енді екеуін осылай айқастыра орап шығамыз. Яғни өрген сияқты. Қамыр сондай жұмсақ болғандықтан үзілгіш келеді. Енді осылай орап, сақина тәріздес жасап аламыз. Осылайша барлық булочкаларымызды жасап алдық. Енді бетіне сиропын дайындаймыз. Яғни тәтті сироп. Ол үшін 2 ас қасық бал қостым. Және 1 ас қасық су құйсаңыз да жетеді. Мен мына жерде кішкене көбірек құйып жібердім. Бекер артылып қалады. Тәтті сиропымызды булочкидің бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқаның орнына сонда осы сиропты жағатын боламыз. Барлық бөлігіне жақсылап жағып шықтық. Енді кунжутымызды сеуіп шығамыз. Кунжутты кәдімгі көп мөлшерде жақсылап себесіздер. Осы құрамымен бұл жерде 14 булочки шығады. Өте дәмді болады. 200 градус қызған пешке 25 минут пісіріп алдық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пісе салып 4 булочкиді балаларым бірден жеп қойды. Өйткені жұмсақ, дәмі сондай дәмді болғандықтан бал қосып немесе қаймақ қосып жесеңіздер болады.